Үйіңізде картоп болса, дәл осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет, оп-оңай әрі желінетін, бір отырғанда 5-6-ын жеп қоятын нағыз тіске басар тағамдардың бірі. Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет үй жағдайында ең дәмді оңай тағамдардың бірін жасап көрсетемін. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көріңіздер. Картоп бар ма деп отқан себебім, бұл тағамға мен тек қана картоп қостым. Егер үйлеріңізде кабачок болса, кабачки яғни болса, оны да қосып берсеңіздер болады. Менде ондай болмағандықтан тек қана картоптың өзін ғана қостым. Ең әуелі біздер картопымызды жақсылап жуып тазалап алып, осындай күшімізден өткізіп аламыз, және де осындай қолымыздың көмегімен жақсылап суын сырқып алатын боламыз. Картоптың яғни суын сырқимыз. Тек қана бізге осындай құрғақ күйінде қажет болады. Қолымыздың көмегімен жақсылап осылай картоптарымыздың суын сырғып алатын боламыз. Бөлек ыдысымызға осындай картопымызды құрғақ күйінде аламыз. Бұл тағамның жасалуы да өте оңай, сондықтан міндетті түрде дәл осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Бестік шайға немесе таңғы ас, түскі асқа жасап көрсеңіздер де уақыты да алмайды. Ең бастысы картопымызды тазалап осындай күштен өткізіп аламыз. Және де тазаланған картопымыздың үстіне жаңағыдай суын сырғып алдық қой. Бөлек ыдысымызға салып, үстіне сүтімізді құямыз. Мен бүкіл төмендегі описаниеге жазып қалдырамын мөлшерлерін. Сол жерден көре аласыздар. Енді сүтімізді құйдық картопымыздың үстіне, бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша, және де жаңағы картопымыздың үстіне құямыз. Достар, және де менің каналымды қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, және де тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, колокольчик батырмасын басыңыздар. Алда уақытта сіздерге әдемі, жақсы, оңай тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Міне, жұмыртқамызды құйып алдық. Енді массаларымызды жақсылап осылай вилкамыздың көмегімен араластырып аламыз. Біздерге біркелкі болуы керек. Алдын сіздер осы жасап көргенсіздер ме? Негізінде бұл тағам блинчикке де ұқсап кетеді, бірақ өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Енді үстіне ұнымызды саламыз, және де 1 шай қасық қопсытқышты салып, яғни разрыхитель үстінен салып, жақсылап енді біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне, ұнымызды салдық, енді біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Біздердің массамыз қоймалжың әрі біркелкі масса болуы керек. Осы массаларымызды біріктіргеннен кейін үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы араластырып аламыз. Мен бүкіл төмендегі описаниеге жазып қалдырамын деп айттым, сол жерден көре аласыздар. Енді қызып тұрған тапамызда осындай көз мөлшермен құйып, пісіріп ала беретін боламыз. Сіздердің тапаларыңыздың астын алатын болса, яғни пісірген заттарыңыздың астын, ол кезде міндетті түрде астына щеткамыздың көмегімен май жағып жіберіңіздер. Ал астын алмайтын болса, әдемі пісіретін болса, ол кезде майдың жағудың қажеті жоқ. Себебі біздердің массамыздың ішінде сұйық май бар. Енді астын тегістеп алып осындай домалақ күйінде жағып шығамыз. Біздерге қаншалықты жұқа болса, әдемі, соншалықты пісуі де тез, оңай болатын болады. Міне, асты да алынған жоқ, жармасқан жоқ. Бірінші пісіргенімді балдарым жеп қойды, өте керемет болды. Енді асығып жатыр мынаның пісуіне де. Бұл үші бір 10 минуттың ішінде дайын бар, өте оңай. Енді екіншісін пісіріп алатын боламыз. Міне сіздерге осындай мен ожауымның көмегімен толтырмай 2 шөміштей құйдым. Енді тегістеп жан-жағын осылай біркелкі болып жағып шығатын боламыз. Біздердің пісетін осы пісіріп жатқан тамағымыз кеш емес, бір асып кетсе секундтың ішінде дайын болады. Міне асты пісіп шықты, осындай болады. Енді астың жағында дәл осылай етіп пісіріп алатын боламыз. Сіздердің үйлеріңізде укроп немесе көк пияз болса да қосып жіберсеңіздер болады. Енді мен үйде ешкім укропты қаламағандықтан мен салған жоқпын. Ең артынан қазір укроп салып, оны да пісіріп көрсететін боламын. Енді укропты өзім жақсы көремін, сондықтан ең соңғысында пісіріп көрсететін боламын. Енді осы пісіп шыққан жаңағы корждарымыздың үстіне міндетті түрде сармай жағыңыздар. Одан сайын дәмі әдемі болып шығады. Міндетті түрде ыссы күйінде осылай пісіп шығады ғой, сол кезде үстіне сармай жағыңыздар. Мен қазір сізге соңғысын пісіріп көрсетіп жатырмын. Экранда көрсетілгендей дәл осылай құйғаннан кейін тездетіп осылай жан-жағына
бір тексе домалақ күйінде осылай формасын келтіріп жағып шығамыз. Содан соң барып асты беті құрғайды ғой, сол кезде екінші жағын осылай аударып пісіре бересіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай беті кәдімгідей құрғалған, ол пісті деген сөз. Енді келесі бетін аударып пісіріп ала береміз. Міне дәл осылай экранда көрсетілгендей сармайымызды ыссы күйінде пісіп шықты ғой, сразу үстіне осылай сармайымызды тегістеп жағып шығамыз. Қалған осындай 3-4 көршісіне мен міндетті түрде укроп қостым. Енді өзім қатты жақсы көремін укропты. Енді осы укроп қосып сіздерге пісіріп көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде укропты жақсы көрсеңіздер, бүкіліне қосып пісіре берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөліссеңіздер, видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Дәл осы тіске басар тағамды міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Өте дәмді, бір пісіріп көрсеңіздер, қайта-қайта пісіргілеріңіз келіп отырады. Менің отбасыма қатты ұнағандықтан сіздерге бөліскім келіп, YouTube каналыма салғым келді. Міне укроп қосылған түрі өте керемет болғанда үстіне май жағып жіберіп, айранмен немесе қаймақпен қосып жесеңіздер, өте керемет тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде дәл осылай достар, сіздер де пісіріп көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға пісіріп алғысын алыңыздар. Видеомды көріп соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз жақындарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, және де лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер. Қош сау болыңыздар.